Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен НКТ тест бойынша тапсырмалардың жауабын көрсететін боламын. Химия пәні бойынша 24-ші нұсқа. 24-ші нұсқа НКТ тест химия деп аталады. Бұл жерде қызылмен жазылған жаңағы жауаптары, ал қарамен жазылғандар сол НКТ тесттің сұрақтары болып саналады. Бұл жерде 2, 3, 4, 5, 6, 7 нұсқа бар. Бұл 24-ші вариант деп аталады. Енді сіздермен пайдалы болады деген үміттемін. Осы тест бойынша жаттап кірсеңіздер, 100% өтесіздер. Міне мынау бірінші нұсқаның сұрақтары. Жылжытып көрсетіп кете беремін. Видеоның соңына дейін қарап, керекті жерлерін жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде 4-ші нұсқаны талқылайтын болсақ, қоспаларды бөлу әдістері тұндыру. Одан кейін екінші сұрақ, элемент -3 ионының 18 электроны бар дейді, және 16 нейтроны бар. Элементтің аты, атомның массасы деді. Енді 18 электронды бар деп өзі айтып тұр. Қанша нейтрон бар екен? Бұның есептің жауабы фосфор, яғни 31. Енді келесі, массасы 8,8 грамм пропанды жағуға жұмсалатын ауаның көлемі бізде 112 литр. Қалыпты жағдайда 22,4 литрді қолданамыз. 4-ші сұрақ. H4 жандырамыз, яғни метанды жандырғанда су бөлінеді және жылу бөлінеді. 880 килоджоуль болса, 200 килоджоуль жылу бөлінеді. Жұмсалатын оттектің көлемі дейді. Бізде оттекті X деп белгілеп аламыз. Есептің жауабы 12 литр. Енді келесі 5-ші тапсырма. 2 моль органикалық зат жану үшін 4,5 моль оттегі жұмсалды. 2 моль СО2, 1 моль N2, 5 моль H2 өткізілді. Жанған газдың формуласы CH3NH2. Тұз түзбейтін оксидтер қатары N2O, силициум О. Мыс 2 сульфатының ерітіндісіне сілтемені әсер еткенде
түзілетін тұнбаны қыздырды. Түзілген қатты қалдықты 13 грамм мырышты тұз қышқылымен әрекеттестіргенде түзілетін сутекпен тотықсыздандырды. Алынған металдың зат мөлшері бізде есептің жауабы 0,2 моль. 2 моль болады. Арғай осылай сұрақ жауап ретінде жаттай берсеңіздер болады. Егерде дәл осы тесттің электронды түрі қажет болатын болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Бұл енді мынау бізде 5-ші нұсқа. Негізі НКТ тестте бастапқыда біраз кәдімгі сұрақ жауап болады. Одан кейін соңғы жақтарында контекст беріледі көбіне. Бәрі бір-біріне байланысты. Мысалы, спирттер тақырыбы, мысалы органикалық заттардың генетикалық қатары жайлы, или көк теңіз, әртүрлі тақырыптарда есептің соңында 20-дан бастап контексттік тапсырмалар болады. 7-ші нұсқа кетті бізде. Жетінші нұсқа, мынау 8-ші нұсқа. 8-ші нұсқада контекст тапсырмалар дәрумендер деп аталады. Одан кейін майлар жайлы сұрақтар бар. Осымен біздің нұсқамыз аяқталды. Барлығы 8 нұсқа екен. Пайдалы болды деген үміттемін. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарап, дәптерге түсіріп алсаңыздар да болады.